Сәлем достар, бүгін сіздермен Жазира сиырдың іш майынан тоңмай жасауды көрсетемін. Бұл біздің ежелгі ата-бабаларымыз қолданған және қазіргі таңда нутрициологтар айтып жүрген пайдалы майлардың бірі. Бұл майды біз жақсылап майдалап, турап аламыз да, қызып тұрған табада ертіп аламыз, сұйылтып, содан кейін кез келген тамаққа қолдана аламыз. Мінекей достар, майдың барлығын турап алдым, енді осыны табаға салып ертемін. Мінекей достар, майды табаға салып, қыздырып, 10-15 минутта бұл әдемі сұйық майға айналады. Мұның үстіне кішкене тұз сеуіп қойса да болады. Міне майымызда шыжғырылып қалды баяу отта. Достар, егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің тоң майымыз да дайын болды. Міне бетіндегі мына шұжықтарды бөлек сүзіп алуға да болады. Немесе бірге мұздатып, кейін кез келген тағамға қосуға болады. Сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.